Оспан батыр кешегі қоршаудан аман қалған 9 сарбазымен бірге тастың көлеңкесінде тығылып отыр. Алыстан Қытай армиясының дөбірі дабылы жақындап келеді. Тау арасымен келе жатқан қалың әскер кідіріп тоқтады. Бір офицер дауысты үлкейтетін құралмен жартастарға қарап: «Оспан, өз еркінмен берілсен қалған қазақтарға тиіспейміз, шыға қойғаны», деп айғай салды. Оспан жауап қатпады. Ол үнсіз еді, бірақ көзі сөйлеп тұрды. Ол амал ойлап отыр еді. Ол жекпе-жектен бұрын рухты ойлайтын қолбасшы еді. Сол сәтте бір жас сарбаз батырдың алдына тізе бүкті. «Аға, сіз аман қалуымыз керек, жасырып құтылыңыз. Біз оларды кідіртіп тұрамыз. Аман қалсаңыз, елден тағы әскер жинап, біздің кегімізді қайтарарсыз», кетті. Оспан бұрылып, олардың көздеріне тік қарап: «Жоқ, ешкімде қашпайды. Біз 10 әскер емеспіз. Біз 100 әскер болып көрінуіміз керек», деді. Ол қаза тапқан жолдастарының қаруларын, қосымша винтовкаларды жинады. Жалпы 17 мылтық. Түн ішінде серіктерімен бірге артық мылтықтарды тау жотасының тар жолақтарына, шатқал бұрыштарына, тастар мен бұталардың арасына 20-30 метр аралықта тығып шықты. Оның әр ойы жау көзін алдарға ату, әр төбеден оқ атылу керек еді. Бірақ бір адам боп көріну үшін қулықпен, жүйелі айламен әрекет ету керек еді. Шайқас басталды. Таңға жуық бірінші оқ атылды. Оспан бірінші тығылған мылтықты атып, дереу екінші нүктеге жіберді. Олар үзіліссіз бірде төбеден, бірде ағаш арасынан оқ жаудырып отырды. Әр оқ бір взводтың үніндей. Әр атылған мылтық бір отрядтың белесіндей. Қытай сарбаздарының генералы шыдай алмады. «Олар бізді қоршап алды. Әр жартастың ар жағында бір взвод». Шындығында тек 10 адам еді. Бірақ олар көптің елесін тудырды. Бір сарбаз бірнеше әскер боп көрінді. Шиеленіс күшейді. Қытай әскері шатқалға өрмелей бастады. Бірақ оларды жоғарда не күтіп тұрғанын ешкім білмеді. Оспанның соңғы айласы дайын еді. Жоғарғы қапталда қар мен мұзбен жиналған көшкін тұрды. Сол сәт жеткенде олар оны сырғытып түсірді. Көшкін жарты әскерді басып қалды. Тірі қалғандары не болғанын түсінбей қалды. Олардың арасында үрей басталды. Бірі артқа қарады. Бірі мылтығын тастады. Енді бірі шатқалдан құлап кетті. Сол сәтте тастың үстінен Оспан батырдың үні жарқ етті: «Сендер көпсіңдер, бірақ батырлықтарың аз. Біз азбыз, бірақ рухымыз биікте», деп саң кете қалды. Бұлын зеңбіректен де ауыр тиді. Жау шегінді. Таң. Жаралы иығын қысып ұстап, Оспан бір тастың үстінде тұр. Жанында аман қалған 3 сарбаз. Ол тыныстап тұрып былай деді: «Қараңдар, бір ғана шатқал Алтайдың жанына айналды. Туған жер деген осы. Бір уыс мылтықпен бір орданы тоқтатасын», деді. Бұл Оспан батырдың ел намысы үшін бастан өткізген 100 шайқасының бірі ғана еді.